Бәріңе сәлем. О, мен тағы шықтым бүгін видео түсіруге. Бұл менің үшінші видеом. Видео. Тағы да жел бізде. И қазір жұмысқа отырам. Жұмыс істердің алдында тамақтанып болғаннан кейін кішкене жарты сағат жүрейін деп шықтым. Сол уақытта видео түсіріп алайын деп. Не айтам деп ойланып қорқыныштар туралы айтатын болып шештім. И бұл видео пайдалы бола ма болмай ма білмеймін. Пайдалы болады деп ойлаймын, бірақ ешқандай гарантия бермеймін пайдалы болатынына. Мен алдында айттым ғой, эмоцияларымды күнделікке жазып жүрем деп. Сол күнделіктің арқасында мен бір нәрсе байқадым. Мен әлі камераға сөйлегенде жаман ұялам, айналамдағы мына үйден біреу шығып қалса ше деген сияқты ше. Андай әлі де мен терапиядан өтсем де маған по-любому қысылғанды екенмін. Так. Қайттан тақырыпқа оралайық. Айттым ғой, эмоциялар күнделігін жазам. Сол күнделіктің арқасында мен өзімде қисынға келмейтін қорқыныштардың бар екенін білдім. Мысалы, қарапайым просто так болашақтан қорқу. Болашақтан қорқу, арманым орындалмай қалса ше деген сияқты бір миға сыймайтын сандырақ қорқыныштар. Мысалы, просто ортада өз ойыңды айтуға қорқу. Мысалы, жұрт, қазақтардың бәрінде бар қорқыныш, жұрт не айтады екен, былай ойлап қалса ше деген қорқыныш. Мен ойладым, ондай нәрсе менде жоқ деп ойладым, бірақ терапиядан өткен кезде білдім бар екенін басында. Сосын, мысалы, оның бәрі маған менің бүкіл жолымды жауып кедергі келтіріп тұрды. Өйткені мен мысалы қарапайым жұмыста өзімнің идеямды айтқым келсе, бір идеялар болады, ұсыныстар болады. Мен оларды миымда жоқ болғаннан кейін айтпаймын, айтуға ұялғандықтан айтпаймын. Ойланып алайын. Просто егер мен соны ұялмай, сенімді айтуға мүмкіндігім болғанда, батылым болғанда, мен мүмкін ертерек жақсы зарплата, айлығыма мүмкін ақша қосылар ма еді. Мүмкін менің дәрежем жұмыстағы должность көтерілер ме еді. Бірақ мен айтуға қорыққандықтан үндемей отыра беретін. Мені қаншама ақшадан қағылдырған қорқыныштар. Бұдан да басқалары көп. Мен оның бәрін айтуға бөліскім келмейді мына жерде. Мен оның көбісін терапиядан кейін ұмытып та қалдым, бірақ күнделігімде әлі жазылып тұр. И мен мына нәрсе айтқым келді. Менде жаңағыдай ажырасқан әйелдерге көмектесу жағынан тәжірибе бар. И ол жерде айттым ғой, мен гипнотерапия үйрендім деп. Сол үйренгенде мен практика мақсатында басында менде дайын клиенттер болды, маған адам болды, клиенттер тауып беріп отқан. Сол кезде тәжірибе жинадым. Кейін өзім де клиенттер іздеп тәжірибе жинадым. Сол кезде айтайын, даже тек ажырасқан қыздармен жұмыс істеймін дегеннің өзінде мынандай қыздар келеді. Әйелдер деп айтуым керек еді. Мынандай қыздар келеді. Әлі тұрмысқа шықпаған, бірақ күйеуім измена жасай ма деп қорқам. Немесе күйеуім мамасының баласы болып шықса қалай болады, ол абьюзер болып шықса не істеймін деп қорқам дейді. Хотя оларда даже жігіт жоқ, бірақ қорқады, тұрмысқа шығуға қорқады. И бұл спокойно өмір сүруге адамға кедергі, бұл даже тұрмысқа шығуына кедергі. Өйткені
солай болып қалса ше деп қорқып тұрмысқа шықпай жүре беруі мүмкін. Немесе бір әйелдер болды, жұрт не айтады, мен отырып қалдым ғой деп алдынан шыққан бір ер адамға тұрмысқа шығып кетіп, кейін ажырасып өкініп, енді жұрт не десе де маған бәрібір деп отырғандарын да кездестірдім. Вот бұл қорқыныштар бізге спокойно, тыныш өмір сүруге кедергі келтіреді. И оларды алып тастау соншалықты оңай. Мен басында олармен мәңгі өмір сүрем деп ойладым. Алып тастау мүмкін емес деп ойладым. Осылайсынша қолым талып кетті бар ғой. Алып тастау мүмкін емес деп ойладым. И только Александр Толстойға әдісімен гипнотерапиядан өткеннен кейін ғана бір сеанста бір қорқынышты алып тастаған кезде шок болдым реально. И бұл маған спокойно әрекет етуге мүмкіндік берді. И бір терапиядан өткен адам ретінде бір нәрсе айтайын. Анда бір адам кетіп бара жатыр екен. Андай где-то менде 10 шақты сеанстан өткеннен кейін ба сондай ситуация болды. Мен үйде жүрмін, күнделікті тірлікті істеймін, ыдыс аяғымды жуам, жасайтын жұмысымды жасаймын, үйдің тірлігін де істеймін, солай жүрмін. Бірақ та далаға қарай шығып бара жатырмын, қолымда заттарым бар, білмеймін, әйтеуір есіктен шығып бара жатып ойыма келді. Мен таң ертеңнен бастап кешке дейін мүлдем бір түйір негативный нәрселер ойламадым. Мысалы, бұрын біреуге ренішім болса, сол ренішті ойлайтынмын, қорқынышым болса, күні бойы сол қорқынышты ойлайтынмын. Мысалы, болашақта былай болып қалса ше деп қорқатын болсам, сол нәрсенің болатынын көзіме елестетіп, ондай кезде қалай әрекет етуге болады екен деп, жоқ проблеманың шешімін іздеп, сол нәрсенің бәрін ойлай беретін едім. И сол күні менің миым абсолютно тыныш болды. Сол кезде мен реально таңғалдым, неужели осылай өмір сүруге болады? Неужели дені сау, миы таза адамдардың миы соншалықты тыныш, артық негативный ой жоқ. И сол ойдың бәрі кеткен кезде менде просто болашаққа пландар, не то что план демей қояйын, ішімдегі жасауға қорқып жүрген нәрселердің бәрі шығып, мынаны былай жасауға болады екен, мынаны былай байқап көрсем болады екен, осыны былай істейін деген сияқты уже пландар кетті. Кәдімгідей болашақ туралы ойлай бастадым, бүгінгі күнім туралы ойлаймын. И бұл реально мидың тыныштығы, бұл өмірдің, айтайын, просто өмірің бақытты болып кетесің. Реально бақытты болып кетесің просто. Спокойно. И жүректің тыныштығы, мидың тыныштығы, бұл қанша ақшамен салыстырмайтын нәрсе деп айтайыншы. И бір жағынан мен сол кезде түсіндім, если проблеманы ақшамен шешуге болатын болса, бірден ақша беріп лучше шеше салу керек. Басында мен ақшамды қимайтын едім. Мен оған барып проблемамды былай ойлайтын едім, оған барып мен бір адамға проблемамды айтамын, ол мені тыңдайды. Тыңдаған үшін ол менен қалған ақша алады деп ойлайтын едім. Оказывается, олай емес. Так, қолым талып кетті бар ғой. Кішкене былай қарай жүрейін енді. Сұмдық қолым талып кетті. И қорқыныштардан арылу маңызды. Кез келген бұл арманды орындауға, даже қорқыныштар миыңда анандай болады ғой, не істесем екен, ананы істейін ба, мынаны істейін ба, ананы жасасам ба екен, ананы жасасам ба екен деп өзің сандалып, не істеріңді білмей жүресің да. Сол кезде қорқыныштарыңды тауып алып тастайтын болсаң, енді өзің әуре болып іздемесең де болады, мамандарға барсаң өздері тауып береді.
мамандарға барсаң өздері ақ тауып береді сол нені, қорқыныштарды. Соларды алып тастағаннан кейін ғана сен уже нақты қай бағытқа қозғалу керектігін түсінесің. Сол бағытқа қозғалуға сенде сенімділік пайда болады автоматты түрде, өзі сен сенімді болып кетесің сол нәрсені жасағанға. И бүгін Малика Николаева, мен оған жазылдым. Не үшін? Өйткені ол оның рилсын көріп қалдым, Австралияға көшіп кеткен. Сол кезде жазылдым, где-то 4 жыл бұрын жазылған шығармын. Байқай қоймай. Соң бүгін бір интервьюін қарадым. Ол айтады, мен барлығы тыныш кезде өзгергенді жақсы көремін деп. Вот нағыз мен миымда идея қалып қойды кәдімгідей. Сол нәрсені миыма бір жерге татуировка қылып жазып алсам да болады негізінде. Өйткені адамның барлығы қатты қиын жағдайға түскенде ғана өзгере бастайды. Бәрі ақша да жоқ, жұмыс та жоқ, әйтеуір бәрі быт-шыт болған кезде адам өзгереді. Ал негізінде по-любому өмірде сондай жағдай болады. Сен алдыңда по-любому күтіп тұр сондай жағдай, сондай қиындықтар. Сен лучше пока сенде бәрі тыныш, бәрі жақсы, сол кезде өзгеріп бастасаң, алдағы болашақта болатын өзгерістерге сен уже дайынсың, уже ашықсың оны қабылдауға, одан өтуге. Осы идея қатты ұнады маған. И пока қазір менде бәрі тыныш, салыстырмалы түрде тыныш деп айтайын. 2020 мен 2020-2024 арасындағы сезген стресске қарағанда менің жағдайым қазір әлдеқайда жақсы. И по-любому сезіп тұрмын, болашақта бір крупный бір өзгеріс болады. Сол өзгеріске мен уже дайын болу үшін қазірден жаңа қабілет үйреніп бастауым керек. Жаңа қабілет, бұның біріншісі осы сөйлеп жүйелі түрде ойыңды жеткізіп үйрену. Мен келесіде емес, бір қолым босаған күні айтатын сөздерімді пункттарымен қағазға жазып аламын да, шпаргалка ретінде пайдаланып солай айтып бастаймын. Шпаргалка пайдаланғанда тұрған ештеме жоқ деп өз-өзімді ақтап алдым енді. Солай, бұл бірінші қабілет. Екіншісі, не істеуге болады дағы? Мен бұрын мысалы жүзу білмеймін, жүзіп үйренсем болады. Вот сондай сияқты әйтеуір бір нәрселерді үйрену. Енді мен білмеймін ғой енді маған нақты не керек екенін. Так что жасағым келген нәрсенің бәрін, ананы да, мынаны да бәрін байқап көре беремін. Сосын бұл маған еще не береді? Сенімділік береді алдағы уақытта. Өз-өзіңе сенімді бола бастайсың. Өз-өзіңе сенімді бол деген соқыр сенім емес. Просто сен сол қиындықтан өз-өзіңді алып шыға алатыныңа толық сенесің. Мен өзіңнің қолыңнан келетініне. Өйткені сенің артыңда уже белгілі бір тәжірибе бар. Сен уже белгілі бір қиындықтардан өттің. И сен білесің, алда осындай жағдай болса, немесе мүмкін одан да қиын жағдай болады. Әркім өзі іштен сезіп тұрады негізінде. Білмеймін, менде солай. Примерно жағдай осылай жалғаса берсе, былай болады деген сияқты сезім болады ғой. Вот сондай нәрсеге сен спокойно дайын боласың. Менің шамам жетеді деген сенім. Менде уже надай өмірімде надай тәжірибе бар, осындай нәрседен өттім, и бұдан да өте аламын деген. Не то, что көкірегіңді керіп босқа түр жасау емес. Так, болды. Айтарым сол.
сосын мынандай нәрсе болды. Кеше мысыққа корм алайын деп барам. Бар жұмысым сол болды. Автобусқа отырып үйге қарай қайтып келе жатсам, бір мектеп оқушысы ер бала водительге нені берді, проездің ақшасын берді, жол ақысын берді да, толық анау жол ақысы толық емес, өзі қанша, өзі 140 теңге ма. Мысық, біреудің мысығы, алып кетейін ба үйге. Сөйтіп жол ақысын берді, просто ананы водительдің қолына берген жоқ, қолын созды, жерге тастай салды ақшаны ше. Сөйтіп ана тиын жерде шашылды да қалды. Водитель ашуланды, сигнал, ана бала түсіп кетіп қалды. Енді мүмкін 9 оқитын, 10 оқитын бала шығар. Тастап кете салды да. Водитель енді айқайлап автобусты тоқтатып сигнал беріп, ол келмеді. Машинадан түсіп, автобустан түсіп, точнее барып баланы шақырып алды. Менің ойым бәрі мысық болып тұр ше. Ана мысық қайда кетті? Аналарды аңдып жүр, солардың мысығы ма екен? Жабайы мысық емес сияқты, что-то көңілді болып жүр. Кішкене осы жерді айналып жүре тұрайын, ана мысықтың иісі бар ма екен, жоқ па екен білу үшін. Сөйтіп былай болды. Ана бала, водитель түскен тиынның біреусін өзі алып көтерді, еңкейіп, баланың алдында еңкейіп көтерді да, енді ананың артындағы тиынды сен ал деді балаға. Сөйтті да, еще сен қанша беріп кеткенсің, сен түгел бермегенсің, не тірлік мынауың деп айғайлап жатқан жоқ, боқтап жатқан жоқ, жай сөзбен түсіндіріп жатыр. Ана бала еңкеуді, намыс көріп тұр еңкеуді. Вот адамның қаншалықты тәкаппарлық па, бұл соқыр көкірек па, білмеймін не екенін. Әйтеуір өмірден таяқ жегізетін қасиет деп айтайын. Бір күні өмірден таяқ жейсің, сондай мінезің болса. Орнына Каспийді басын көтеріп тұрды да, орнына Каспийден ақшаны QR-мен төлетті, кет қалды. Сосын ана водительге ешнәрсе деген жоқ. Ана водитель ақшаны алса деген күй қалды. Сосын төлегеннен кейін водитель айтты, ма қалған ақшаны өзің, тиын ақшаны өзің ала бер деп қолына беріп еді. Жоқ деп тастады да, адам менсінбей кетіп қалды. Бұл сондай бір төмен қасиет, адамның бір иіле салуға, өзінің білдірген нәрсесін өзі жөндеуге, иілуге, көкірегі жібермей тұрғаны. Реально сұмдық нәрсе. Бұл нәрсені енді маған заметка болды, болашақта балаларыма сразу айтып тәрбиелейтін. Да, мынандай болмаңдар деген сияқты. Сол өмірден қатты таяқ жейсің бір күні. Сол бір автобустың жағдайын айтам деп, даже 3 минут па 4 минут па сөйлеп тастадым. Все, ладно, давайыңдар. Видеоны үйге барғаннан кейін Wi-Fi-мен саламын. Сөйтсем да жұмысқа отырып жұмысын істеймін. Да, ауа райы күшті. Мен негізінде офисқа, жұмысқа шыққым келіп жүр. 2 жыл болды үйде отырғаныма. Қашан мен офисқа, жұмысқа шығамын? Білмеймін даже. Мен кеттім, ана мысықты іздеймін. Есі бар болса, қайтамда есі жоқ болса, білмеймін, үйге апарайын десем, оны бағатын адам жоқ ше. Үйде и так мысық бар. Ладно, көреміз, давайыңдар.